Бүгін мен сіздерге қызықты ойындарды құрастыруға арналған Умайгра сайты туралы айтпақшымын. Ол үшін Google'дың іздеу жолағына жазып, осыған кіреміз. Оған кіргеннен кейін зарегистрироваться дегенді басамыз. Сол кезде Google аккаунтты таңдап, өзіміздің Google аккаунтымызды белгілеп, осылай тіркеле кетсек болады. Өте оңай. Бұл сервис бізге не ұсынады? Түрлі ойындарды жасауымызға болады. Бұл жерде түрлі ойындардың шаблондары бар. Қазір біз өзімізге қажетті ойынымызды таңдап аламыз. Мысалы, «Сядь на поезд» деген ойынды таңдап алайық. Оның үстінен басамыз. Сол кезде бізге осындай бет ашылады. Осы жерде біз өзімізге қажетті пәнімізді таңдаймыз. Мысалы, мен информатика деңгейін таңдадым, және возраст дегенге, мысалы, мен 13 жас дегенді таңдаймын. Және язык обучениеге казахский дегенді белгілеп көрсетеміз. Содан кейін применить дегенді басамыз. Бізге осындай бет ашылады. Яғни осы «Сядь на поезд» ойын пайдаланып, информатикада дайын осыған дейін ойнаған шаблондар шығады. Оны алып пайдалана берсеңіздер болады. Мысалы, желідегі қауіпсіздік дегенді басайық. 11-14 жас аралығына арналған. Осылай бізде жүктелінеді. Және бұл жерде біз желідегі қауіпсіздік тақырыбына, яғни саяхаттағыңыз келетін пойызды таңдаңыз және сұрақтарға дұрыс жауап бере отырып, мүмкіндігіңізше алыс кетуге тырысыңыз. Жауап қате болса, сіз тоқтап келесі сұрақ келгенше күтесіз дейді. Осы жерде ойынның шарты тұр. Осы жерде старт дегенді басамыз. Уровень 1 дегеннің астында мен сізге қауіпсіз интернет арқылы қызықты саяхатқа шығуды ұсынамын. Егер сіз барлық сұрақтарға дұрыс жауап берсеңіз, деңгей өтті деп саналады. Старт дейсіз. Содан кейін осындай поездар жүреді. Электрондық поштаңыздың мекен жайына хабарлама келді. Сізге белгісіз пайдаланушының ойын файлы. Сіз қалай әрекет етесіз? Файлды жүктеп ойнай бастайсыз ба? Файлды ашпайсыз ба? Файлды достарыңызға жібересіз бе? Файлды ашпайсыз ба деген таңдай. Пойызымыз келесі жерге қарай отырып саяхатқа шығамыз. Яғни біз саяхаттап келеміз поезд арқылы. Біз электронды поштаға хаттар жиі келе бастады. Олардың көпшілігі спам деп аталады. Бұл қандай хаттар дейді. Біреуін таңдайсыз, оқушы болып, мен қазір біреуін таңдай саламын. Бізде тағы да жолаушы ойыннан, поездан қалып қойды. Келесі поезды күтіп тұр. Бұл жолаушымыз. Тағы интернетте өзіңізді қалай қорғауға болады? Компьютерді қорғағыңыз және белгісіз адамдармен танысу шеңберін кеңейтіңіз. Өзіңіз достарыңыз бен туыстарыңыздың суреттерін орналастырыңыз. Мүмкіндігінше өзіңіз туралы аз ақпарат беруге тырысыңыз. Соңғы белгіні таңдаймыз. Яғни біздің жолаушымыз поездға отырды. Келесі сұрақ, компьютерді қалай қорғауға болады? Өшіргіш шкафқа салып қою, антивирустық бағдарламаны орнату, тоқтан ажыратып 1 сағаттан кейін қосу. Біреуін таңдаймыз. Сонымен біздің саяхатымыз жалғасуда. Енді біз уровень 2-ші жерге өтеміз. Бұл жерде, яғни правда и ложь деген, ақиқат жалған деген бар. Әлеуметтік желідегі өмір біздің нақты өміріміз сияқты кейбір қауіпсіздік ережелерін сақтауды талап етеді. Правда, яғни уровень 1 дұрыс болады. Келесі, әлеуметтік желіде танысқан адам сенбеңіз, өйткені олар кез келген адам болуы мүмкін. Правда, 2-ші. Келесі, мекен жайларыңыз, телефондарыңыз, демалыс жоспарларыңыз жоқ туралы ақпаратты ғана жариялаңыз. Мысалы, дұрыс болмаса, дұрыс болмайды. Осылай кете береді. Енді осындай сияқты ойындарды біз қалай жасаймыз, иә? Сіз жалпы мәнісіне түсіндіңіз, ойынның жалпы алгоритміне түсіндіңіз деп ойлаймыз. Енді біз құрылу жолына көшеміз. Енді жаңағыдай поездға отыру сияқты ойындарды біз қалай өзіміз жасай аламыз. Бұл жерде енді ойынның мына жерде 8 түрлі шаблоны бар. Ол үшін ойынды жасау үшін біз мына жерде редактор игр дегенге басамыз жоғарыдағы. Содан кейін создать жоғарыда игру дегенді басамыз. Выбрать шаблон деген шығады, өзімізге қажетті шаблонды таңдаймыз. Бұл жерде біз «Сядь на поезд» деген шаблонды таңдай қояйық. Содан кейін бұл жерде
ойынымызға атау береміз. 6 әріптен тұратын компьютер деп бере салайық. Содан кейін оған сәйкес келетін пәнді таңдаймыз. Информатика, создать игру дегенді басамыз. Содан кейін бұл жерде уровень деген шығады. Уровень деген жерге біз ойынымыздың шартын жазамыз. Мысалы, сіз сұрақтарға жауап бере отырып, түрлі жерлерге саяхат жасайтын боласыз. Сондықтан сізге сәттілік деген сияқты. Осы жерге жаза қояйық. Содан кейін добавить дегенді басамыз, және бұл ойынды берудің типін таңдаймыз. Ол ақиқат и жалған, правда и ложь, немесе бір жауапты таңдау деген вариантта болуы мүмкін. Қай тип сізге ұнайды, соны таңдайсыз. Правда и ложь дегенді таңдаймыз. Содан кейін мына жерге вопрос деген жерге өзіміздің сұрағымызды енгіземіз. Правда дегенді басамын, правда дегенді басамын. Егер ол жалған болса, ложь дегенге сіз басасыз. Болды, осыдан кейін біз добавить дегенді басамыз. Бірінші упражнениеміз, жаттығуымыз дайын. Енді екінші жаттығуымызды құруымыз қажет. Бұл жерде де тағы да типті таңдау қажет болады. Енді бұл жерде выбор одного ответа дегенді таңдайық. Мына жерге сұрағымызды енгіземіз. Болды, дұрыс жауапты белгіледім. Содан кейін добавить дегенді басамын. Осылай сіздер упражнениені қоса бересіздер. Яғни бізде әрбір қосқан жаттығуымызға типті таңдауымыз қажет болады. Ол ақиқат, жалған болуы мүмкін, және ол бір жауапты таңдау болуы мүмкін. Осының барлығын жасап болғаннан кейін біз қазір 4 упражнениемізді құрастырдық. Болғаннан кейін опубликовать дегенді басамыз. Мына жерге дидактические игры деген жерге өзіңіздің құрып жатырған осы ойыныңыздың кішкене описаниясын жазып кетесіз. Сосын мына жерден жас ерекшелігіне сәйкес келетін возрастты таңдайсыз, және пәніңізді таңдайсыз. Содан кейін барып язык обучения деген жерден тіліңізді таңдайсыз. Кейін попробовать дегенді басасыз. Содан кейін барып играть дегенді басамыз. Сол кезде біздің ойынымыз құрастырған шығады. Содан кейін старт дегенді басамыз. Міне бізде компьютер тақырыбына арналған ойын шығып тұр. Старт дегенді басамыз. Бізде бірінші сұрағымыз шығатын болады. Компьютердің атасы бізде ол правда ма, ложь ба, ақиқат па, жалған ба? Правда. Біздің жолаушымыз пойызға мініп саяхаттайтын болады. Келесі біздің сұрақ компьютердің негізгі құрылғылары. Негізгі құрылғылары бізде мынау болатын болса белгілейміз. Келесі енгізу құрылғысы бізде принтер, ол ақиқат па, жалған ба? Ложь. Келесі енгізу құрылғыларын көрсет. Бұл жерде мынау. Міне, біз жалпы молодец деп тұр, соңғы мәресіне жеттік, яғни саяхатымыз осымен тәмам болды. Осындай сияқты ойындардың түр-түрін пайдалана аласыз. Бұл жерде тағы да басқа ойындар бар, өте қызықты, оқушылардың назарын аударады, пәнге деген қызығушылығын арттырады. Мына жерде футбол ойыны, ұшақпен ұшу сияқты ойындар бар. Өзіңіз қалағаныңша осы сайттың барынша мүмкіндіктерін пайдаланып, қызықты интерактивті ойындарды ойнатсаңыздар болады. Кәделеріңізге жарасын. Менің каналыма тіркеліп лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.